тойдың алдындағы үлкен жиын. Обсуждай. Ау? Отырысы жиналысы той. Жолаяқ па? Жолаяқ па не мынау? Жолаяқ. Енді осыдан кейін астанада бір кездесіп. Иә, биржасынан да бір көрсеміз. Түсірем. Өйстіп, ас жасады. Мама. Осындай отырыс. Ойбай, түрі бұзылып жатыр. Жеңге. Көзі қадалып қалып кетті. Соны өні. Ойбай. Міне, бұл папа бұл. Естер қоқат. Әмбеті көрсаға. Темат нағашы. Осын істевады папалар. Сонымен, енді шашырамыз бұйырса осы. Андан күтіп аламыз сенде? Андан күтіп аламыз? Самолет? Фотоға түсірейін деп айт. Айтам. Бәріміз далаға қарап отырмыз. Мағдеп қолымызды алады ма? Алды кетедік. Жүн сабақтар ғой. О не сабақ? Алу епірдеңені сабақтар. Сомалын сабақтар. Фотоға түсірейін. Айт. Жаты деген не ғой? На память ғой, на память. Болды ма? Болды. Сіз күшті болыптыз. Көкшетауда ма? Иә, мен жерге кетіп жатыр. Дегенде. Біздер шөп саққаннан кейін барып, деп тұрасың ғой. Анда шөп саққан жерге бардым, тұршық қалдық. Анда таза ауадан. Қабылдамайды бізде әлі. Анда таза ауаны көрмеген. Қандай тамақ. Абайдың отырған жері, сол қаққан жатқанда жиналыс жасаған жері дей ме? Бірдеңе жері. Кімнің? Абылайдың. Қыңайлары бар? Бір Абылайханның үлкен апай жүрді, өте бәрін сөзде. түсіндіреді айтады. Апа, өтіп қойған ғой, сол жерде жерде айналды қызы барған туристерге. Жоқ, бәрі өте сөзде. Енді қара, Абылай деген кім өзі? Абылайхан дейміз ғой. Шын аты Әбілмәнсұр. Бер жағына қойған Сабалақ. Ол кім деп отырсаң, Сұлтан Уәлидің баласы. Сұлтан Уәли кімнің баласы деп отырсаң, Қаншер Абылайдың баласы. Соғыс болғанда елін бәрін тыстап, рауға тыстап қашып кеткен. Неге Абылай деп шықтым дегенде, менен бәрі қорсын екен, атам сияқты балам. Қарап отырсаң, енді орыстардың тарихын қопарып отырсаң, анан тек бізге көз алдау ретінде бүйтіп екен. Ең бірінші орыстар кіргізген сол екен. Абылайхан ба? Иә, біздер мәз аламыз, аспанға. Енді мынаның барлығы маған қалды. Түсіріп. 1-мен бе, 0,5-мен ба? 1-мен тақап тсейді. 0,5 жақсы сияқты. Болды ма? Түсіріп отырып. Жоқ болдым. Вот. Ничего, папасы. Сағат у нас. Жиырма бес кетті. Бірден. Өлдемелер бана бөлді. Адыстың бәрін. Кім жуды? Бәйлі. Қызып кетті. Видео қысқанда қызып кетті. Çayısın sıktım, жылың келіп тұр ғой. Қанша жусаң да бір жақсылық бермейді ғой ше. Именно кісі келген кезде бетіне тұрады ғой, нерв қатып.
Подписывайтесь. Лайкайте. Пишите комментарии. Вкусно? Да? Давайте. Қуанған мен қайғырған бір дейтін бет. Алла сақтасын. Жаңа бір хабар келіп жатыр. Атамның апасының қызы қайтыс болыпты 91-ші жылғы. Алла саясын. Иманды болсын. Бір арқайып жарқайып отырғанбыз. Сондай хабар келіп жүрегім су ете түсті. Алла сақтасын. 2011 жылғы қызы бар екен. Тек қана. Новорожденный емес, кішкентай күттай баласы, оған да шүкір деп. Иманды болсын, Алла сақтасын. Сондықтан бар кезде жақындарыңызды бағалаңыздар. Бүгін бар адам ертең жоқ. Кеше бар адам бүгін жоқ. Енді мына тістің бәрін жуып тастауым керек. Видеоға түсіруге менде память жоқ, сол үшін қазір до последен түсіремін. До және после. Менде басқа ешкім жоқ бұл жерде. Менің көмекшілерім кетіп қалды, так что бәрін жұмыс істеп жатырмын.